Ассалямалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай ореховый пирог пісіретін боламыз. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, шыққан видеоны ең бірінші болып өздеріңіз көретін боласыздар. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды және шекерімізді салып, үшеуін араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай үгітіп қамыр елейтін боламыз. Мінекей осылай үгітіліп тұру керек тестамыз. Одан соң оның үстіне жұмыртқамызды салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз осылай біріктіретін боламыз. Мінекей қамырымыз осылай бірігіп, осындай қамыр шығатын болады, жұмсақ. Мінекей дайын болған қамырымызды формамызға салып, қолымызбен жайып алатын боламыз. Бірінші осылайынан барлығын тегіс қылып жайып шығамыз. Кішкене шет жағын қалыңдау қылып, одан соң жанынан бортик шығаратын боламыз, осылай саусақтарымыздың көмегімен. Мендегі форма 24 см. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайтын болсаңыздар, өте оңай. Мінекей орехтерімізді енді жаңағы дайындап қойған формамызға саламыз. Барлығын біркелкі қылып жайып шығамыз. Барлық жағына бірдей жетіп тұру керек. Мінекей мендегі сгущенка осындай. Три желанияның сгущенкасы 8,5%. Осыны құйып шығамыз. Негізі сапалы сгущенка таңдағандарыңыз дұрыс. Енді жан-жағына жағып шығамыз біркелкі етіп. Енді 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Суыған кезде ғана осылай формамыздан ажыратып аламыз. Пирогымыздың піскенін бортигынан және де осы начинкамыздан қызарғаннан байқауға болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де өте дәмді. Сіздерге пісіруге кеңес беремін.